тағы отбасы құндылығына келетін болсақ, қазақ өзі жана балаңды 6 жасқа дейін қандай сыйла, 6 жастан жана 12 жасқа дейін құлдай жұмса, Иә. кейін жасөспірім кезеңінде досыңдай сырлас дейді. Оның арты сол балаға дұрыс тәлім тәрбие беру, артынша өзіңнен қорықпайтындай, сен саған мұңын айта алатындай, сенімен тең дәрежеде сөйлесе алатындай бір қарым қатынас орнату ғой. Өйткені енді өкінішке қарай енді ол ар жағында енді тікелей әкенің де баланың да қателігі деп айтпайсың, бірақ ата анасына сырын ақтара алмайтындар бар. Ата анасымен бір мәміле жасай алмайтындар бар. Иә. Ол отбасыда бір қаттылықтың, бір қарым қатынастың белгісі шығар. Кейбір отбасылар бар, естіп жатамыз енді, мысалы бала күннен, әрине баланы жұмсау керек, кейде бір өзі қалауына қарсы болса да соны бір қамшылау керек. Қамшылағанда ұрып соғу емес, бірақ енді мысалы ілімге, білімге, мектептегі сабаққа, мұғалімге бағыну, тәртіпке, ережеге бағыну деген секілді ескертіп, айтып деген секілді бір нұсқамалар беру керек. Ал енді кейде естіп жатамыз, мына бір отбасыларда намазға да бір ұрып жығып жаңағыдай мәжбүрлетеді. Енді орамал бар, басқасы бар. Енді орамал әйел адамға парыз екенін білеміз, бірақ жаңағыдай баланың да бір психологиясын, жас ерекшелігін, оның сол деңгейдегі дүниетанымын ескермей, өзінің қалауынан тыс тым қатты талап қоятындар бар. Иә. Оған қатысты не айта аламыз? Негізі осы бала тәрбиесі деген нәрседен шығады ғой. Өзімнің практикамда болған кейстар деп айтамыз, болған жағдайлармен бөлісе кетсем, біз енді түсіндірме жұмысы барысында әртүрлі азаматтармен кездесеміз, жас буындармен кездесеміз. Сол кезде мысалы өзім бір кездескен жас бала келді. Ол азамат мысалы тыйым салынған діни ақпараттар таратқан, діни ақпараттар көрген, тыйым салынған сайттарға кірген, сондай бір жағдаймен біз түсіндірме жұмысын жүргіздік. Сол кезде енді біз тек оған түсіндірме жұмысын жүргізіп қойдық, болды, саған түсіндірдік деп кет қалмаймыз. Ол жерде барлығын қараймыз. Отбасы қандай, ол қандай отбасында өмір сүріп жатыр, отбасылық жағдайы қандай, араласатын ортасы қандай мектепте деген сияқты, мектеп сабақ үлгерімі қандай деген сияқты, барлығына мән береміз. Проблема қай жерден туындады деген сияқты. Сол кезде байқағанымыз, ол жердегі сондай жалпы тек бұл жағдайда ғана емес, басқа жағдайларда да сондай бірнеше жағдайлар орын алды. Әкесімен, ер бала болғаннан кейін, менің мысалымда, әкесімен болған қарым қатынасында бір ақаулар бар екен деп айтсам. Ақау дегенде енді әкесі онымен сөйлеспейді. Әкесі тек жұмыста, көбінесе жұмыста болады, баласын тек аз ғана уақыттай көреді, аз болған уақыттарының күнде де көңіл бөлмейді. Сондай жағдайлар болған екен. Сонда бұл неге әкеліп соқтырды? Бұл сол жас баланың жат діни ағымның идеологиясының жетегінде кетіп, солардың идеологиясына қызығушылық танытып, уағыз насихаттарына қызығушылық танытпен, сондай жағдаймен жаңағы сол нәрсеге алып келді. Енді бұл психологтар да енді бұл жерде жұмыс жасайды. Сол кезде психологтардың айтуы бойынша жас бала өзіне назар аудартқысы келеді екен осылайша. Сондай бір тақырыптарға кіріп, ерекшеленіп, бір ешкім жасамайтын қылықтар жасап, қоғамнан өзгешеленіп, сондай бір радикалды топтарға кетіп қалуы, ол да бір қарсы бір баланың реакциясы сияқты қабылданады екен. Оның керісінше жағдайы да бар. Мысалы көбінесе кейбір діни отбасыларда өзінің жас баласын жаңағыдай дінге міндеттеушілік деген нәрсе болып жатады екен. Яғни дінге діни жоралар атқаруға міндеттеу, орамал тағуды міндеттету. Жалпы орамал тағу ол өзінің еркіндегі болатын нәрсе ғой. Жалпы дін деген нәрсе ол Құранда да айтады, дінде зорлық жоқ деген нәрсе бар ғой. Дін деген нәрсе ол өз еркімен болатын нәрсе негізінде. Саналы түрде келу керек. Саналы түрде келу керек. Адам оған міндеттеп бір баланы жас буында әлі түсінбейтін жас буында оған міндеттеу де ол исламға да қайшы келетін тұстар болуы мүмкін. Сондықтан да ондай жағдайлар, тіпті кейбір жағдайларда, мысалы мен өзім көрген бір жағдайымда суицид жасауға өз-өзіне қол жұмсауына алып келген екен тіпті. Бір қыз бала, осы Астана қаласында болған жағдай, мосттан секіруге әрекет жасаған екен. Не себеп болды деп енді полиция қызметкерлері де сұрайды ғой. Сол кезде өзі де орамал тағуға мен әке-шешем міндеттеді деп айтқан екен. Сондай себепті айтқан екен.
Сол кезде енді теолог мамандар, психолог мамандар сұхбат жүргізді. Сол тұста сондай мәселе анықталып жатыр. Енді өкінішке орай сондай жағдайлар міне осындай бір қайғылы оқиғаға да алып келуі мүмкін. Енді бұл жағдайда алдын алуға енді мүмкіншілік болды. Мүмкіндік болмай қалған жағдайда мысалы ол сондай бір қайғылы жағдайға алып келетін еді деген айтқым келеді. Сондықтан да осындай әртүрлі тәрбиеге байланысты нәрселердің барлығы осы ғой міне мысалы. Сондықтан да бұл жерде ата-анаға қатысты негізі бір саналы түрде дінге қатысты ақпарат болсын, саналы түрде қарау қажет. Психолог мамандарға, теолог мамандарға жүгіну қажет негізі кейбір жағдайларда. Сұраудың айыбы жоқ қой енді. Иә. Іштей күмән болатын болса, әртүрлі бір түсініксіз әрекеттер болатын болса, әрине сұраған білген абзал. Иә. Тағы бір сұрағым бар. Мысалы, радикализация, жатағым, қауіп қатер дейміз ғой. Неге олардың барлығы жастармен жұмыс істеуге әуес? Неге теріс ниетті көздейтіндер ең әуелі жастардан бастайды? Неге аға буын, жаңағы ақсақал қарияларға өзінің насихатын жүргізбейді, неге жастарға осындай басымдық береді? Мақсатты түрде жастарға осы уағыз насихаттың жүргізілу себептерінің бірі ол жас буындар әлі күнге дейін олардың діни көзқарасы емес, өмірлік көзқарастар әлі қалыптаса қоймаған, ешқандай жеңіл болуы мүмкін. Ересек бір азаматты өмірлік көзқарас қалыптасып қойған, дүниетаным қалыптасып қойған азаматты жат діни ағымға өзінің идеологиясына тартудан гөрі жас буынды өзіне тартып алу жеңіл болуы мүмкін. Сондай да себептері бар. Енді осы тұста біз бағана айтылмай қалған сыни ойлаудан бөлек мына тағы бір мәселені айтқым келіп отыр. Жас буындарымыз осы тұста біз енді қазақ әдебиеттерін оқыдық қой. Абайды оқыдық, Шәкәрімді оқыдық мектепте, философ, жазушы, ойшыл адам ретінде оқыдық. Бірақ тағы бір айтатын мәселе осы дін саласына да сол қазақ зиялыларының діни көзқарасын да ашып таныту біз үшін маңызды қазіргі уақыттарда. Былайша айтқанда жат діни ағымдардың алдын алып, иммунитет қалыптастыруда осы нәрсе де маңызды. Мысалы, Абайдың дінге қатысты көптеген өлең жолдары бар. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті деген сияқты мазмұнда Құдайға қатысты айтылған, дінге қатысты айтқан өлең жолдары бар. Шәкәрімнің өлең жолдары бар. Мысалы, жат діни ағымдармен жұмыс барысында осындай жас буынды жат діни ағымдардан сақтап қалу мақсатында осы өлең шумақтарында қайтадан дінтанулық тұрғыдан, исламтанушылық тұрғыдан қайта қарастыру біз үшін маңызды негізі. Мысалы, біз айтып жатқанда жат діни ағым деп айтатын болсақ, Шәкәрім оны өзінің өлең жолдарында шатақ дін деп атаған екен. Шатақ дін. Бұлай деп айтқан екен: таза ақылмен таппаған дін шын дін емес, ол жындылық деп айтқан бір өлең жолдарында айтқан сөзі бар. Таза ақылмен таппаған дін. Абай атамыз жаңа сыни ойлауға қатысты нәрсе, мысалы біз сыни ойлау деп айтып жатырмыз ғой, біз бір өзіміз тауып жатқан дүние емес, бұл нәрсенің барлығы негізі қазақ зиялылары әлдеқайда бізден бұрын айтып кеткен. Абай мысалы өзінің өлең жолдарында былай деп айтады: ақылды қара қылды 40-қа бөлмек, әр нәрсеге өзіндік баға бермек. Таразда қазда өз бойында ақылсыздың ермегі көппен жүрмек дейді ғой. Сондықтан да мына ақылды адам қара қылды 40-қа бөлген деген, ол әр нәрсеге өзіндік баға береді. Қарасы қайда, ағы қайсы, дұрысы қайсы, бұрысы қайсы. Сыни ойлау деген нәрсе бұл да осы нәрсені үйретеді. Сондықтан да осы дін саласында ол тек қана сыни ойлаудан бөлек осы қазақ зиялыларының әдебиеттерімен танысу, ондағы дінге қатысты айтылған шығармашылықпен де танысу деп айтқым келеді. Түсінікті. Сондықтан ең бастысы осы жас буынның білімі, сыни ойлау қабілеті әлдеқайда жақсы болса, өзге бір теріс ниеттегі ықпалдан алшақтау болады. Иә. Түсінікті. Тағы бір сұрақ. Енді біз қоғамда жүргеннен кейін көреміз, білеміз, естейміз, өзімізбен енді қатар көріп тұрған бір кездері енді біздің жастық шағымызда да пайда болды. Қазір мына мектепте оқушылар бар, колледжде, университетте студенттері бар. Жұма намазына сабақтан қашып кетеді деген бір кейде бір жағдайлар орын алып жатады. Енді намаз да парыз, бірақ оның алдында ілім алу да парыз. Бұл жерде қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс болады? Алдында міндеттелген мемлекет қолдау көрсетіп, тегінен тегін білім алып отқан білім ордасы бар. Негізгі миссиясы оның білім алу еді.
бірақ сол аралықта жұмаға қашып кетеді, жаңағыдай апайлардан шағым түсіп жатады, болмаса басқа бір діни іс-шараларға сондай бір желеумен кетеді. Ол қаншалықты дұрыс? Жалпы енді исламтанушылық тұрғыдан қарайтын болсақ, өзі парыз деген дүниелердің де өзінің орындары бар, иә. Бір парыздан қарағанда жоғары тұрады деген сияқты. Сондықтан да ол жерде білім алу негізі бірінші кезекте тұрады. Зайырлы білім болсын, діни білім болсын, және де кез келген азаматтың өзінің мойнындағы міндеттері бар ғой. Жас буынның, мысалы оқушының міндеті ол білім алу. Мектепте оқушы ретінде ол нәрсені Қазақстан Республикасының азаматы болғаннан кейін, мектепте міндетті діни білімін алып жатқаннан кейін, діни себепті өзінің міндеттерінен, ол заңды тұрғыдан қарайтын болсақ, ол бас тарта алмайды. Мысалы, дене шынықтыру деген сабақ бар, сурет салу деген сабақ бар, музыка деген сабақ болуы мүмкін, ән күй деген кезінде болды, енді қазіргі уақытта білмеймін, бар ма жоқ па. Бұрын мысалы сондай сабақтар болса егер мектепте, ол нәрсе міндетті болып табылатын болса, ол нәрседен бір діни көзқарас себепті бас тарта алмайды. Сол сияқты егер жұма уақытында ол сабағы болатын болса, ол жұма намазға барам екен деп, ол мектептегі өзінің міндетті оқуынан кетіп қала алмайды негізінде, заң бойынша қарайтын болсақ та. Сондықтан да ол өйткені енді кез келген азаматқа олай діни себепті сондай рұқсат беретін болса, біреулердің мысалы басқа уақытта діни жоралғы атқаратын уақыты болуы мүмкін деген сияқты, әрқайсысына ол нәрсенің уақыт бөле беруді қаншалықты дұрыс деген сияқты орын туындайды. Сондықтан да мектептегі оқушының негізгі міндеті білім алу, ол сондықтан ол жерде жұма намаз мәселесі әрине ол сабақтан тыс уақытта болатын болса, ол өз еркінде, ата-анасымен, өзінің құқығымен деген сияқты, ол жерде өзінің еркінде сабақтан тыс уақыттар. Ал бірақ мектептің уақытында болғаннан кейін ол жерде мектептегі міндетін ескеру қажет. Түсінікті. Жақсы. Енді жалпылама жастар туралы, соның ішінде діни сауат туралы толыққанды айтқан секілдіміз. Әлде де енді қоғам болғаннан кейін күнделікті әртүрлі сұраныстар түседі, әртүрлі сұрақтар туындайды. Жалпы енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін келтіргенде, бүгінгі жастар нені ескеру керек, қандай болу керек, ол мейлі діни бағыт болсын, қоғамдағы әлеуметтік орны болсын, біз қайда ұмтылуымыз керек, нені ұмытып бара жатырмыз өзі? Жастарға енді 90 ауыз тобықтай түйіні деп қорытынды айтар болсақ, кез келген нәрсеге осы сауатты көзқараспен қарай білу, эмоцияны емес, жалпы кез келген жерде енді жас буын болғаннан кейін жастық максимализм деген ұғым бар ғой психологияда да. Бәр нәрсені қырам жоям деп бір іс-әрекетпен бітіріп тастағысы келіп тұрады. Байыппен, асықпай, кез келген нәрсеге осылай ақыл оймен, санамен жету қажет. Даналық деген ұғым бар да, мысалы, ол тек қана дінге қатысты нәрсе дүние емес, ол даналық деген жалпы өмірде бар нәрсе. Сол даналық деген нәрсе ол тәжірибемен келеді. Ол бірден бір-екі ақпарат оқиса адам дана болып кетпей, сондықтан да кез келген нәрсе даналыққа жетуге ұмтылу қажет деп айтар едім. Түсінікті. Дастан Дарханұлы, жүздескенімізге танысқанымызға қуаныштымыз. Рахмет. Бүгін жалпылама осы өзіміз сол жастар санатына кіретін болғандықтан ең өзекті деген, ең жиі бізге қойылатын сұрақтарға деген бір жауап алғандаймыз. Ары қарай енді көрерменнің өз еншісінде қорытынды жасау. Әрине, кез келген мұсылман, кез келген жас адам, жалпылама адами тұрғыда алғанда бай болу керек, қуатты болу керек, білімді болу керек, жан-жақты болу керек. Сол себепті баршаңызға да тек жақсы өмір тілейміз, табысты болуыңызға тілектес. Сізге де алтын уақытыңызды бөлгеніңізге көптен көп рахмет. Жақсы эфирлерде, жақсы жерлерде жүздесе берейік. Құрметті достар, біздің арнаға жазылыңыздар, тіркеліңіздер. Алда да өте жақсы контенттер сіздерге жарыққа шығарамыз деген ойдамыз. Амандықта жүздесейік.